Сәлем достар, бүгін мен Мизинаның бір күнін айтып беретін боламын. Мизина бірінші логопедке барыпты. Одан шығып, дүкенге барып мороженое сатып алған. Мама мен Мизина Елдос магазиніне барған. Елдос магазиніне барып, олар слайм қараған. Сосын Мизина маған сары түрін, өзіне көк түрін таңдап алған. Сосын олар барып, магазинге барып, олар маманың керек заттарын, жеребесіне керек заттарын алыпты. Сосын мама мен Мизина өзі жаяу үйіне қайтыпты. Кешке олар ойнауға шығыпты. Ол кезде мен үйде жоқ болдым. Ол кезде мен Каусардың үйінде ойнап жүрдім. Олар мені алдымнан күтіп алды. Мен осылай оранып келатырмын. Сол кезде ай мені танымай қалды. Сол кезде мен айымның ішінен құшақтап алдым. Сосын ары қарай бәріміз площадкеге бардық. Мынау біздің үй жақтағы площадка. Бұл жерде біз күшті ойнадық. Қызықты болды. Сау болыңыздар. Бізге тіркелмесеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.